Армысыздар, қазақ тұран елі. Бейнені бастамай бұрын бізді, ұлттық демократтарды қолдап қойыңыз. Біздің Тұран Қазақстан YouTube каналына жазылыңыз, лайк қойыңыз. Қазақстанның жоғары аудиторлық палатасының төрағасы Алихан Смайылов көлік саласын дамытуға бөлінген бюджет қаражатын пайдалану аудитінің қорытындылары туралы айтып берді. Казинформ мәліметтері бойынша Смайылов жеке теміржол жүк тасымалдаушыларының тарифтері көтерілген деп мәлімдейді. Барлық шығындар негізінен КТЖ транзиттік кірістері есебінен жабылады. Бұл жерде жалпы экономикалық мағына жоқ. Бірде-бір кәсіпкер өз қызметін қайырымдылық қағидаты бойынша жүзеге асыруға мүдделі емес. Бұл банкроттыққа апаратын тікелей жол. Бүгінде КТЖ өз несиелік міндеттемелерін төлей алмайды. Компания несиелік тәуекелдің қызыл аймағында орналасқан. Оның 2024 жылдың басындағы қарызы 2 триллион 900 миллиард теңгені құрады және өсуін жалғастыруда. Жалпы қарыздың 45% немесе 1 триллион 300 миллиард теңгесі бұрын қабылданған борыштық міндеттемелерді қайта қаржыландыруға бағытталған, деп толықтырды Алихан Смайылов. Самұрық қазына корпоративтік басқарудың қолданыстағы әдістері мен даму стратегиясы елдің ұлттық теміржол компаниясының дағдарысын болдырмауға қабілетті емес. Активтердің жай күйінің одан әрі нашарлауы, қарыздардың ұлғаю және оларды басқаруда түбегейлі өзгерістер болмаса, КТЖ дефолтына әкеледі. Жоғары аудиторлық палатасының есебі барысында Республика партиясының тең төрағасы мәжілісмен Руслан Берденов теміржол тасымалдағы ахуалға қатысты бірқатар сын ескертпелер айтты. 5 жылдың ішінде КТЖ лауазымды тұлғалары мен оның ведомстволық ұйымдарына қатысты 136-дан астам қылмыстық іс тіркелді. 52 адам сотталды. Кейбір сарапшылардың болжамы бойынша КТЖ жүйесіндегі жылдық сыбайлас жемқорлық айналымы 200 миллион ақш долларын құрайды. КТЖ сапасыз қызметтерді, сыбайлас жемқорлықты және тиімсіз жобаларды жою қажет. Мен таң қалдым. Мұнда экономикасындағы алпауыт пен КТЖ монополиялық саласын қалай қарызға батыруға болады. Менің ойымша бұл қазақ елге жасаған нағыз диверсия. Осының барлығы Назарбаев, Асқар Мамин билігі кезеңінде биліктің жоғары эшелондарында ондаған жылдар бойы қалыптасқан сыбайлас жемқорлықтың нәтижесі болып табылады. Сондай-ақ Смайыловтың өзі премьер-министр болған кезде. Менің ойымша сыбайлас жемқорлыққа қарсы ведомство КТЖ жүйесінде соңғы кем дегенде 20 жылдың ішіндегі тиісті тексеру жүргізіп, бұзушыларды анықтап, олардың барлығын қылмыстық жауапкершілікке тарту қажет. Сіз елді қашанға дейін тонай аласыз? Бұл сыбайлас жемқорлық елді күйретеді, Қазақстан халқын қайыршы етеді, қоғамның барлық саласын бұзады. Неліктен мұндай сыбайлас жемқорлық? Өйткені елде нақты демократиялық жүйе жоқ, нақты реформалар жоқ. Ел басқармасында нағыз патриоттар мен мемлекетшілер жоқ. Назарбаев авторитаризмі Тоқаевтың саясында жалғасуда. Жалпы елді басқарудың тиімсіздігі. Енді Тоқаев КТЖ-ні сол олигополияның, Қытайдың немесе Ресейдің жеке қолына сататын болады ма? Сіз қазақ елім, не ойлайсыз?
осы бейнеге түсініктемеде өз пікіріңізді жазыңыз. Қазақ тұран елі алға, сау болыңыз.